талас мәселесінде де сондай нәрселер бар. Имам Матруди айтады, ат-таназугу аслу куллу жаңағы халакин, аслу куллу фасадин. Мынау белгілі бір мәселеде дейді, діни мәселе таласу дейді. Бұл дейді бүкіл бүліктің атасы ғой дейді. Қараңыз қандай мәселе. Бүкіл бүліктің атасы дейді ол нәрсе. Ол қайдан алған ол сөзді? Имам Абу Ханифаның қасына екі адам таласып келеді. Алып келеді адамдар. Құран жаралған, Құран жаралмаған. Я имам Абу Ханифа, мына екі кісі Құран жайында таласып жатыр. Құран жаралған, Құран жаралмаған. Мысалы. Сонда имам Абу Ханифа айтады. Кесіп айтады ол кісі сол жерде. Фитнаны бір жолата шешу үшін да. Сонда айтады: "Фала тусалли халфахума." Мына екеуінің артында намаз оқымаңдар деп қатты айтады. Сонда Абу Юсуф айтады: "Имам, жарайды, Құран жаралған деген адам туралы сөзіңіздің орны бар сияқты. Айын жаралмаған деген адам туралы қалай кіргізіп береміз ол кісінде сондай нәрсе?" "Иннахума таназаға" дейді. Екеуі тартысты ғой дейді. "Ват-таназугу бид'атун" дейді. Ал өзара тартысу діни мәселе, ол бидғат дейді. Көрдіңіз қандай мәселе? Өйткені Алла Тағала Құранда бұйырған: "Ва атиғуллаха ва расулаху." Аллаға және елшісіне бойсұныңдар. Қараңыздар. "Ва ла таназау." Алла Тағала харам қылған тартысты, харам қылып тастаған оны. Арақ қалай харам, тартыста солай харам. Ол тек қана бір үлкен муштахид, ғұламалар, әдебін, әр нәрсені түсінетін. Кешегі имам Абу Ханифа өзі айтқандай, мен дейді пікір таласқан кезімде дейді, мен қарсыласыммен отырған кезде дейді, мен басымнан Алла Тағалаға шап береме деп отырам дейді. Көрдіңіз ба? Қарсыласыма бір жаңағыдай күпірлік, бір жаман нәрсе, сондай бір нәрсе кетіп қалмайтын ба деп қорқып отырам дейді. Ал сендер бүгін дейді бір-бірлеріңді кәпір қыла саласыңдар дейді. Көрдіңіз ба? Ол бір ғұламалар, муштахидтердің ісі ол. Олар оның әдебін біледі де, оларда әдемі болады ол нәрсе. Солардың саласы. Басқа мұсылмандар мүлде жақындау болмайды бұл нәрсеге. Егер тартыстақ не болады, я Раббымыз? Фатафшалу, сәтсіздікке ұшырайсыңдар дейді біріншіден. Екінші, вататхаву рихукум, бірлік мемлекеттеріңе дейін құлап кетеді дейді. Жоқ дейді болды. Васперу, сондықтан сабыр етіңдер. Тартыс деген нәрсе өзіңді мақтау болды. Басқа нәрсе жоқ ол жерде. Көрдіңіз ғой? Тартысу мәселесі, дауласу мәселелері. Бұл болмайды. Абу Дарда радиаллаху анху мысалы қандай әдемі нәрселерді айтады да. Кафа бика исман дейді. Ан ла тазала тухасиман. Дауласа беруің дейді өмірде. Біреумен дауласа беруің, тартыса беруің дейді. Жеткілікті дейді. Сенің бойыңда күнә бар деп айтуға дейді. Қараңыздар. Басқа күнә жоқ бұл мүмкін өзде. Бірақ осы қасиет жеткілікті дейді. Сенің бойыңда күшті күнә отыр деп айтуға дейді. Ал керек болса. Соқтан мұсылманға бізге бір-бірімізді жақсы көру бұйырылғанда, жақсы көруді кедергі жасап келатқан нәрсе бар ма? Соны қуып жіберіңіз, бауырыңызды қумаңыз. Мынаны қуып жіберіңіз. Көрдіңіз бе қандай мәселе?